Саламатсыздар ма? YouTube каналының көрермендері. Сіздермен бүгін самсаның қатпарлы түрінің бір түрімен таныстырғым келеді. Соңына дейін көріп, ұнаса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне енді самсамызды бастаймыз. Бізге ұн, дрожж, тұз, шекер, жұмыртқа, сүт, су керек. Сонымен бастаймыз. Бірінші суымызды құямыз. Sütümüzді құямыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Шекер, тұзымызды саламыз. Сөйтіп шамалы араластырып аламыз. Дрожжымызды да саламыз. Барлығын жақсылап араластырып алып, ұнымызды саламыз. Сөйтіп біз жұмсақ қамыр елеп аламыз осыдан. Мына осындай шағын жұмсақ қамырды елеп болдық. Кішкене май жағып, жарты сағатқа қоя тұрамыз. Майлап қоямыз. Содан кейін салмасын дайындай береміз. Салмасына тартылған ет, картошка, пияз, дәмдеуіштерімізді салып, тұз, дәмдеуіш, мына жерде паприка бар, қарабұрыш, қызылбұрыш бар, тұз бар. Осыларды салып, жақсылап араластырып, дайындап қоя береміз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді төртке бөліп, жақсылап төртке бөліп аламыз. Сөйтіп жаямыз. Осылай төртке бөлеміз. Суаллап аламыз, кішкене шағын суалларға бөліп қоямыз. Бұл қамырды да бір 10 минутқа кішкене тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды осылай күлшешелер жасап, кішкене жаямыз. Сөйтіп бетін майлаймыз. Бірінің үстіне бірін қойып, осылай майлап аламыз. Бұны да тағы 5-10 минутқа тындырып қоюымыз керек. Барлығын көшелеп болдық. Енді түгел бәрін осылай арасын жақсылап майлап, сары маймен жағып қоямыз. Бетін тәрелкемен жауып, кішкене 5-10 минутқа осылай қойып қоямыз. Мінекей енді ыдысымыздағы қамырды аударып алып, жайылған көшелерімізді аударып алып, бөлек-бөлек жаятын боламыз. Бұл созылып тұрады уже май жағылғаннан кейін. Оны оқтаумен жаюдың керегі жоқ. Қолмен осылай созғылап, жұқалатып аламыз. Өте жұқа болған сайын әдемі қатпарлы болады. Сондықтанша өте жұқа болғанша осылай созғыштаймыз. Кішкене жыртылғанда тұрған ештеңе болмайды. Екі жағын қалпымызға сәйкестендіріп кішкене қайырып аламыз. Сосын шетіне салмамызды салып, рулет жасап ораймыз. Осы оралған қамырдың әр қатары бір қатпар болып піседі. Піскен кезде
осылай 4 көшемізде жайып алып қалыпқа салатын боламыз. Міне соңғысында жайып болдық. Бәрін жайғастырып алып, бөлшектерге бөліп қоямыз. Менікін 4 бөлікке бөлуге тура келді. Қалпының шағындау болғаннан осылай бөлшектеп кішкене самсашалар жасаймыз. Бір жұмыртқаның сарысына бір қасық сүтімізді араластырып, бетіне жақсылап жағып шығамыз. Соңынан осылай қара күншіктерімізді сеуіп, 200 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Міне осылай, достар, самсамыз пісті. 40 минутта пісті бұл самсамыз. Осылай сервировка жасап, кесіп көрсек болады қазір. Егер сіздерге ұнап жатса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Лейла.